Сәлем достар, Еркем Элико каналына қош келдіңіздер. Қалайсыңдар достар? Бүгінгі каналкелеріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгінгі біздің челлендж өте қызықты. Менің есіміміз айтпаппыз ғой. Ой, ұмытып кеттім. Менің есімім Еркежан. Менің есімім Лико. Достар, біз бүгінгі челлендж ол біздің сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, тағы қандай түсті бөлме жасаймыз. Ал обзор жасайтын боламыз. Біз осы кішкентай комнат босатты, өйткені Еркежанның достар, біз қазір осы комнатаға менің комнатамды істемейіне қойын, менің комнатамды сендер айтқан жасым. Кішкентай комнатаға только қоңыр түсті нәрселерді қоятын боламыз. Ал қоңыр түсті жоқ болса, оны онда қоймаймыз. Оны гүлді алып тастайық, гүліне честно. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, кеттік, бастайық. Ал достар, бастаймыз. Біз қазір жоқ болып кетеміз. 1, 2, 3. Так, біз енді достар сорт түске обой таңдайық бірінші. Қоңыр дегенде қоңыр, потому что мынандай стенка сияқты, смотри, қоңырға жатады, қоңырға жатады. Ал қоңыр пол өтір ғой, прикинь. Стенка жатпайтын ма әлде білмеймін, стенка жатпайды, маяқта вообще қоңыр жоқ қой. Ашық жабық қоңыр ғой, бізге ашық қоңыр керек. Бізде диваннан қоңыр мынау и осыны қоятын боламыз. Ал бізде светтен қоңыр бармайды, қоңыр жоқ. Гүлдерден ой, ол керегі жоқ. Бізге кішкентай керек. Оказывается, осы қоңыр ыдыста тұр, потому что сезіледі қоңырға. Так, бізде енді төсек қоңыр бар ма? Давай бір этажды төсек қойып. Мұның аяқ жағы қоңыр ғой, бәрібір ғой. Так, бізде қоңыр пласт жоқ. Так, қоңыр сурма бар ма екен? О, бар екен достар. Енді біз қоңыр не бар? Жоқ, мынау қоңырға жатпайды. Мен қоңырға жатпайтын нәрселерді алмаймын. Өйткені бұл нечестно. Адам деген честно ойнайды. Ал мен нечестно ойнап тұрмын. Менікі дұрыс емес достар. Так, бізде столдан қоңыр стол вообще нашла, я убедила. Так, енді тағы екі қоңыр столымыз, өйткені бұлар шай ішеді. Так, міне бітті. Енді қоңыр заттар шай ішкенге. Қоңыр зат жоқ. Енді бұлар жоқ, бұлар сабақ оқысын. Сабақ оқитын болса, өйстіп тұрсын. Все. Енді біздің комната дайын бол. Тұра тұр. Заттар бар ма екен? Қоңыр түсті. Маяқта қоңыр заттар жоқ. Қоңырды коробочка бар. Вау, мына коробочка өте әдемі. Вот, болды, соны алам. Смотри, светтің жоғына, светтің қараңғылап жүретін болдық қой. Так, болды, енді біз заттарымыз алып шығамыз. Вау, күшті болды қоңыр, бірақ та түрлері бір түрлі. Оказывается, мына стенка кішкене болмайды, ол жақ бәрі. Онда кеттік, ал біз магазиннен заттар алайық. Конечно, шопинг, ха-ха-ха. Бастаймыз. Ал достар, біз келдік. Сәлеметсіз бе? Біз қазір мынаяқтан зат алуға келгенбіз. Өте беріңіз. Ал сіз ше, біргесіздер ме? Я, біз біргеміз.
тағы не алсақ болады? Мына жақты қара неше түрлі заттар бар. Ой, магазинде азақ заттар бәрі бітіп қалған. Ой, бұл бітіп қалған несі бір жаман болып тұр. Сәлеметсіздер ме, не аласыздар? Заттар алуға келдік. Аха, мына шетте любой заттар бар. Келіңіздер, қараңыздар. Мынандай әдемі блокнот бар. Вау, қандай әдемі. Давай алайық. Ну, давай. Сіздерге мына коробочканы тегін берем. Үлкен ма, кішкентай ма? Ну, давай үлкен. Ладно. Бұл күшті екен сіздерде. Рахмет. Бізде еще мынандай ойыншық бар. Бұны ұйықтағанға құшақтап жатуға пойдет. Вау, әдемі алайық. Ну, давай. Еще нашының бәрі киімдер. Қараңыздар, мынандай киім бар. Купальниктер етіп. Мынандай сумочка бар. Аласыздар ма? Жоқ, сумочка керек жоқ. Вау, мына әдемі көйлекті қара, маған күшті келетін сияқты. Ну, мен аламын бұны обязательно. Ой, менге қойып кешір. Я ештен кетпейді, басыл кеткен шығар. Мына көйлек вообще әдемі. Ой, ну давай осыны мен алғым келеді, осыны алайық. Так, енді мына қоншық алайық. Ой, бағасын сұрамаппын ғой, Татьянаның бәрінің бағасы 1000 теңге. 1000? Иә, арзан екен. Мынаны алайық. Мынандай коробочка алайық. Мынаны алайық. Мынандай. Еще мынандай бар. Бұндай бізге керек жоқ, Татьяна, рахмет. Давай ваннада. Ой, сеті шығып кетті ғой. Татьяна, мынандай шот қайықта, шот жаңағы жерлерімізде. Міне? Ё-мо, күшті екен. Что это? Бандит. Ну ладно. Кеттік. Бұның бәрі басынан не істеу керек? Болды. Ал, тоқтат. Так, саламыз. Бізге подарок берді. Бұл подарканы үйде ашайық. Ну ладно. Подарканы мен ұстап жүрейін. Қанша болды бағасы? Бәрінің бағасы 2400. Ой, 2000 деппін ғой, 20400 дегенде. Не? 20400? Есінде ма, жаңағы Татья айтып еді ғой, бәрі 1000 теңге. Енді есіме түсті ғой. Тағы да не подарка береді. Вау, подарка! Еще. Күшті магазин, я? Мен достарымды шақырайын. Привет. Ой, на бандик жүріп кетеді. Мына подарканы ұсташы, тағы бар. Не екен ішінде? Білмеймін ғой. Ой, на бандикте шешіп қоймасам үйге барып. Ал кеттік. Әрең келдік қой. Үйге. Туфна, шешіп сәме. Жаңағы бір таксистя жүреткен. Мені жаңаламыз. Давайте ең бірінші подарок ашып көрейік, давай. Сіз рахмет, жерге наяқа қоя беріңіз. Мейлі. Шынымен де жаңағы кісі жай айдеді ғой машинаны. Ну ладно, біз екеуміз наяқта отырып подарканы ашайық. Давайте. Бірінші сарыны бастайық. Вау, мынандай шықты. Әдемі, я? Дайын наны.
Немене заттар, я, наңара. Смотри, это красивая. Әдемі, мен бөлмемде жата берсін. Так, мына мынандай киім. Бір тілекем. Коробочка өте красивая. Вообще. Мәссаған, мынандай күшті. Мынау сол бір жаңағының киімі. Күшті, я? Коробочка тоже очень красивая. Енді бізде бірақ подарка қалды. Наңғара, наның басы. Моя. Күшті екен, я? Давай жаңағындай киім көрейік. Давай. Мен мынау болам. Ну ладно, онда мен мынау болайын. То я. Ал это я. Вау, какая красивая. Ой, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы да қандай түсті комната жасайық. Всем пока-пока. Бұл видео өте ұзақ болды, я достар.